Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Сіздерді бүгінгі қазақ тілі пәнінен қашықтық сабағында көріп отырғаныма қуаныштымын. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз қоршаған орта бөлімі бойынша. Сабақтың тақырыбы қоршаған ортаны танып білемін, етістік. Сабақтың оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырату. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбымен негізгі ойды анықтау. Енді назарымызды бейне жазуларға аударамыз және мұқият тыңдаймыз. Етістік заттың, адамның қимылын білдіретін сөздер. Мысалы, тасиды, күзетеді, ұстайды, сөйлейді. Етістіктің сұрақтары: не істейді, не қылды, қайтты. Мысалы, не істейді, емдейді, не қылды, оқыды, қайтты, қорықты. Мәтінмен таныспас бұрын жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Емдеу, оқыту, зерттеу, жазу, оқу, ойнау. Мәтінге назар аударыңыздар. Дәрігер науқасты емдейді. Ұстаз оқытады. Ақын өлең жазады. Оқушы оқиды. Балалар ойнайды. Ғалым зерттейді. Емдейді, оқытады, жазады, оқиды, ойнайды, зерттейді деген етістіктер не істейді деген сұраққа жауап береді. Келесі тапсырма жұмысын орындайық. Сөздерді сәйкестендіру керек. Дәрігер не істейді? Дәрігер емдейді. Бала ойнайды. Ұстаз оқытады. Не істейді деген сұрақ қойылады. Және ғалым не істейді? Зерттейді. Енді оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздағы 105-ші сабақ бірінші жаттығуға қараймыз. 105-ші бұл жаттығуда суреттер берілген екен. Сол суреттерге қарай отырып, балалар не істеді деген сұрақты қоя отырып, балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерге мән беріп, сол сөздерді атауымыз керек. Енді бірінші суретке мән беріп қарайық. Бұл суретте балалар не істеді? Балалар ағашқа су құйды. Құйды деген сөз етістік болады, себебі ол сөзге біз не істейді деген сұрақ қойдық. Енді екінші суретте балалар не істеді? Балалар ағашқа ұя ілді. Ілді деген сөз етістік болады. Бұл сөзге біз не істеді деген сұрақ қойдық. Енді үшінші суреттегі баланың есімін біз Марат деп қояйық. Марат не істеді? Марат атқа су берді. Берді деген сөз етістік болады. Себебі бұл сөзге біз не істеді деген сұрақ қойдық. Яғни құйды, ілді, берді деген сөздер не істеді деген сұраққа жауап берді, және бұл сөздер етістікке жатады екен. Енді екінші жаттығуда жануарлар берілген, және олардың іс-әрекеттері, дыбыстауы ауысып кеткен екен. Сол іс-әрекеттерін біз өз орнына қоюымыз керек. Бие қайтеді? Бие кісінейді. Түйе қайтеді? Түйе боздайды. Қой қайтеді? Қой маңырайды. Сиыр қайтеді? Сиыр мөңірейді. Ешкі қайтеді? Ешкі бақырады. Ит қайтеді? Ит үреді. Тауық қайтеді? Тауық қытқыттайды. Мысық қайтеді? Мысық боздайды. Яғни осы жаттығудағы кісінейді, боздайды, маңырайды, мөңірейді, бақырады, үреді, қытқыттайды, мияулайды деген сөздер етістік болады. Бұл сөздерге біз қайтеді деген сұрақтар қойдық. Сонымен бүгінгі сабағымызда біз
етістік деген сөз табымен таныстық. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды. Мысалы, өсті, не істеді, өсті. Ойнады, не істеді, ойнады. Сайрады, қайтты, сайрады. Яғни етістіктердің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды. Енді қонды, жауды, тасыды, жүзді етістіктерін біз зат есіммен тіркестіріп көрейік. Ұшақ қонды. Не қонды? Ұшақ қонды. Ұшақ қайтты, ұшақ қонды. Не жауды? Қар жауды, қар қайтты, қар жауды. Сүт тасыды. Не тасыды? Сүт тасыды, сүт қайтты, сүт тасыды. Балық жүзді. Не жүзді? Балық жүзді, балық қайтты, балық жүзді. Етістік сөйлемдерде зат есімдермен тіркеседі екен. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма, 4-ші жаттығу, 72-ші бет. Мәтіндегі сөйлемдерге негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті тіркестіріп жазу керек. Бүгінгі сабақтағы назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.